қалған пайғамбар демеген, өтірікші деген. Бағана мен сөздің басында айтып жүрмін ғой, айттым ғой. Яғни балаларың көрмесе арақ ішуге болады, шошқаның жаңадай май емес, еті арам деп жүрген жаңа қазақ Нұралы деген пайғамбармын деп жүр ғой біреу, өтірікші. Міне сол сияқты нәрселерді мысалға келтіріп жатырмын да. Не дейді? Мен дейді, саған айтып жатыр, саған пайғамбарлық қалай келді деп жатыр ғой енді. Саған пайғамбарлық қалай келді десе, есіктің алдында темекі шегіп тұр едім дейді жаңа. Дейді, есіктің алдында темекі шегіп тұр едім, маған бір сондай хабар келді, дауыс келді. Ей, Нұралы пайғамбар, сен дінді жеткіз деп айтты дейді да жаңа. Қолына халифа Алтайды ұстап алған жаңа. Сол қолында ұстап отырған, қолында ұстап тұрған нәрсесінің ішінде жазылып тұрды, Мұхаммедтен басқа пайғамбар келмейтіндігі. Сосын біреулер сұрап жатыр, ананы келемеш деп жатыр ананың барлығы. Сен пайғамбар болсаң, кезінде пайғамбарлардың барлығынан мұғжиза сұраған дейді да, бір керемет мұғжиза сұраған. Давай сен де бізге дәлелде көрсетші бір мұғжизаңды деп жатыр да. Сөйтсе, жоқ деп, ол өтірік деген сияқты нәрселер айтып жатыр. Одан да соры не дейді? Арақты дейді, баланың көзінше ішпей ақ қой, шошқаның майын жей бер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Құран түссе, яғни оған не түскен? Бір өлең түскен ба, бір өлең айта ма, бірдеңесі бар да, көрдіңіздер ме? Міне осындай нәрселерде біз аулақ болуымыз керек та. Және де біз бұны не үшін айтып отырмыз? Біз баламызды, шағамызды, отбасымыздағы адамдарды Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы пайғамбар екендігін үйретуіміз керек. Бізге міндет нәрсе осы. Осы нәрсені жеткізуіміз керек та. Сондықтан неше түрлі ақымақ адамдар көп. Біз ойлауымыз мүмкін, оған ермейді ғой ешкім ондай ақымаққа. Одан да асқан ақымақ бар оған еретін да. Сондықтан сол нәрселердің есту керек, алдын алуымыз керек та. Сондықтан жалпы пайғамбарлар туралы біздің имам Абу Ханифа, имам Ат-Тахауи рахимахумуллалар өзінің мәтіндерінде келтірген. Яғни өзінің ақида кітаптарында осы пайғамбарлық туралы келтірген кезде имам Тахауи айтады: "Куллу даъватин нубува ба'да нубуватихи фагуйюн ва хава." Пайғамбарымыздың пайғамбарлығынан кейін келген пайғамбарлық ол жалған және бекер нәрсе дейді. Және де Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам барлық жын әлеміне, барлық жаратылысқа пайғамбар болып келген. Және де ақиқатпен, тура жолмен пайғамбар болып келген дейді. Яғни ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның екендігіне біз иман етеміз. Және де пайғамбардан алдын келген пайғамбарлардың барлығына біз не істейміз? Иман келтіреміз. Иса пайғамбарға, Муса пайғамбарға, Нух пайғамбарға барлығына иман келтіреміз. Бір христиан мен мұсылман сөйлесіп қалған ғой жаңа. Сөйтіп, сен мұсылмандықты қабылда, осындай ең соңғы пайғамбар Мұхаммед деген ғой. Сөйтсе, енді оны мойындағанда не керек маған? Мен Исаны мойындаймын болды деген кезде әлгі мұсылман айтады дейді да. Мұсылмандар дейді, Исаны да Мұхаммедті де мойындайды дейді да. Исаны да Мұхаммедті де мойындайды. Ал христиандар Исаны мойындайды да Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мойындамайды. Ертең қияметке барған кезде егерде деп жатыр да, былай оның түсінігімен айтып жатыр. Мұхаммед рас болып қалса дейді да, онда мұсылмандар ұтылмайды дейді. Яғни естиді, оған да сенеді, бұған да сенеді. Ал кімдер ұтылады? Оған иман келтірмейтіндер, оған сенбейтіндер естиді, ұтылады дейді. Сондықтан мұсылмандардың негізгі иман келтіргендегі иман жүйесінде тек қана өзіне келтірген пайғамбарға иман келтіріп, қалғандарына иман келтірмейміз деген сөз жоқ. Сондықтан барлық Адам алейхиссаламнан бастап Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі келген барлық пайғамбарларға істейміз, иман келтіреміз, сенеміз, істейміз, оларды мойындаймыз. Сондықтан Аллах Тағала баршаларымызды қияметтің күнінде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның шафағатына нәсіп болатын
musulmandardын каптарынан болуумузду иншалла насип этсин. Алла күнәләребезне кечирип, Аллах Таала саваптарыбызды арттырсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. يا مسلمين صلوا عليه.